мысалға біреу арақ ішетін болса, алқаш дейміз ғой енді, оны жек көрме дейді. Яғни пәленше деген бір азамат ішіп жүрген болса, Алла хидаят берсін деп дұға қылуымыз керек. Оны жек көрме, оның ішіп жатқан арағын жек көр дейді. Бірақ ана адамды жек көрме дейді. Иә? Өйткені каррамна бәни адам дейді аятта Алла Тағала. Біз адам баласын құрметті жаратқанбыз дейді. Адам баласын сүюге міндеттіміз біз, құрметтеуге міндеттіміз. Біз оның несін жек көреміз? Оның ұстанған ұстанымын жек көру керек. Сол сияқты сахабаларда мүшриктерді жек көрген жоқ. Яғни олардың ұстанымдарын жек көрді. Ақидасы дұрыс емес. Бірақ өздеріне келсек, өздерін жақсы көреді. Яғни көбірек үміттенді, солар уақыт бере берейік, түсініп қалар. Білмей жатыр ғой енді олар. Түсініп қалар деген уақыт бере берді, сол ниеттеріне қарай альхамдулилла, сол тырғыған қаншамасы екен дінге келді дейді. Қаншамасы дінді қорғайтын мықты сахабаларға айналып кетті солар дейді, субханалла.